Аймақта медицина қарқынды дамуда. Аз инвазивті хирургиядан бастап балаларға арналған қамқорлық реабилитациялық орталығына дейінгі жетістіктер облысымыздағы медицинаның жаңа деңгейін көрсетеді. Өңірдің басты медициналық жаңашылдықтарын әріптесім тарқатады. Қан орталығы да емдеу мекемелерін қажетті қан компоненттермен үздіксіз қамтамасыз етіп келеді. Мұнда онкологиялық қан аурулары бар науқастарға аса қажет тромбоцит концентраттары дайындалады. Бұл жасушалардың өміршеңдігі 7 күн болғандықтан донорлардан жиналып, жедел түрде өңделіп, ауруханаларға жеткізіледі. Орысша айтқанда, пациенты с заболеванием крови, это онкология, качество медицины очень повысило. Соларға біз көмек ретінде, ем ретінде қанның клеткаларды жинаймыз, концентрат тромбоцитов деген. Солар өте керек нәрсе, жизненный цикл этих клеток 7 дней, когда мы говорим. Солар науқастар больницаға түскенде, ішінде балалар болсын, үлкен кісілер, соларға осы жерден донорлар сол клетканы алады. Біз аламыз, дайындаймыз и береміз. Жалпы алғанда Жамбыл облысының медициналық мекемелері заманауи жабдықтар мен инновациялық тәсілдер арқылы барлық жастағы азаматтар үшін кешенді емдеу, оңалту және хирургиялық қызметтерді үздіксіз қамтамасыз етіп келеді. Эльнора Жапар, Лейла Мамбай, Нұрбол Қыстаубек, 24 Ньюс.